Ассалаумағалейкум достар. Кәсіпкердің 21 әдеті 12-ші күн және де 12-ші күннің сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз әлеуметтік желілерді саналы түрде қалай пайдалансақ болады. Енді сіздерден сұрағым осы: әлеуметтік желілерді қалай пайдалансақ болады? Қалай ойлайсыздар? Жалпы менің ойымша әлеуметтік желілерді біз не үшін пайдаланамыз? Әлеуметтік желі деген мынандай нәрсе. Жалпы пышақ деген нәрсені білеміз ғой. Пышақпенен нан тұруға болады, немесе адам өлтіруге болады. То есть әлеуметтік желілерді дәл сол сияқты жақсы жаққа да пайдалана аламыз, немесе жаман жаққа да пайдалана аламыз. Сіздің жалпы ішіңіздегі ниетіңіз не жайында, сол бағытқа қарай сіздерге ашыла береді. Егер де сіздер Instagram мысалы үшін басқа бір сет желісі арқылы бір жаман контентті көре беретін болсаңыздар, соған лайк басып, комментарий жазып, сол дүние сіздерге байқайсыздар ма, ашыла береді. Ал сіздер олардың бәрін блокқа қойып, өздеріңізді дамытатын нәрселер көре бастасаңыздар, сол сияқты Instagram арқылы сіздерге жақсы дүниелерді, білімдерді генерировать ете бастайды, жақсы бір идеялар деген сияқты. Сол үшін мен өзім осы әлеуметтік желілерді жалпы өзімді дамытатын, бір білімді арттыратын бір инструмент ретінде қарастырамын. Әлеуметтік желілердегі берген білім контенттарды, семинарларды және де вебинарлар деген сияқты YouTube желілерін мен соның ішіндегі бір пайдалысын, өзіме бір пайдалысын көруге тырысамын. Сол өзіме бір керекті салалардағы бір мамандарды, сол мамандарға байланысты бір приложениялар болса, соларды ашып, оқып, үйренуге тырысамын да. Және де әлеуметтік желі деген ол тек қана білімімді өсіріп қана қоймай, менің өзімнің компаниямның бір өнімдері бар. Мысалы, компаниямда сіздер білесіздер, мен кәсіпкер екенімді, миллиардтаған обороттар жасап жүргенімді, сол компаниямның ішіндегі өнімдерін одан ары қарай сатуға, адамдарға танымал болуға, немесе өзіңіздің жеке брендіңіз арқылы одан ары қарай өніміңізді предлагать етуге, немесе бір адамдарға пайдалы болуға, сіздермен бізді дәл қазір жақындастырып отырған осы әлеуметтік желі. Мен сіздерге пайдалы болам деген ниетім болмаған кезде, осы нәрсеге энергиямды салып, осы уақытымның бәрін осы сіздерге қарай арнап осы жерде түсірмеген кезде, сіздер де ар жақта көрмейтін едіңіздер. Сол үшін де біз әлеуметтік желіні бір білім алуға болатын құрал ретінде қарайтын болсақ, өзімізді дамытатын, жәнемізде жеке брендімізді дамытып, сол арқылы өнімдерімізді, сол арқылы кәсіпкерлігімізді дамытатын бір дүние ретінде ойланатын болатын болсақ, сол кезде иншалла сіз соны сол құрал ретінде қабылдай бастайсыз. Және де әлеуметтік желі деген ол өте бір керемет мынандай бір инструменттар бар. Нарықты зерттеу, трендтарды бақылау, кері байланыстар алу деген сияқты. Сіздер әлеуметтік желідегі әр түрлі трендтар бар. Қарап отыратын болсаңыздар, тұтынушылардан бір кері байланыстар басқа бір адамдар алып жатады, сұрақтарды қойып жатады, таргеттер келіп жатады, реклама деген бөлігі бар ғой үстіңгі жағында. Соны қарап тұрсаңыздар, адамдар не сатып жатыр екен, адамдар нені сұранысқа ие болып жатыр екен деген сияқты қоғамның бір интересі да өзгере береді. Сіздер соған байланысты өздеріңізді бір өнімдеріңізді дайындап, адамдарға шынымен бір пайдалы болатын контент жасайтын болсаңыздар, осы бір әлеуметтік желіні бір пайда көзі ретінде, өздеріңізді бір дамытатын көз ретінде де қарастыруға болады. Жалпы осы әлеуметтік желілерді тиімді түрде жәнеге қалай пайдалану керекпіз, қалай өз-өзімізге бекіту керекпіз деген сияқты мені де кезінде сол сұрақтар алаңдатқан болатын. Кейіннен осы Алматыға келгеннен бері 23-ші жылдың басында мен Instagram парақшасын аштым. Кит қауымдастығын біз қаңтардың аяғында Абай ресторанында 23-ші жылдың басында сол кезде тіркеген болатынбыз. Содан кейін менің әлеуметтік желідегі активность деді ғой, сол кезде февральдан басталды. Мен шыны керек, адамдарға жеткізуім керек болды. Кит қауымдастығының бір құндылықтарын, жалпы кит қауымдастығының құндылықтарын қалай жеткізу керек болды, оны өзімнің ішімдегі тығылып жатқан құндылықтарым арқылы, өзімнің бір шынайылығым арқылы, сол арқылы жеткізу керек болды. Сол үшін де
қазіргі әлеуметтік желіде жасанды нелер толып кетті ғой. Мәнісін айтып, әдісін айтпайтын адамдар қаптап кетті. Сол үшін де қазіргі жағдайда Instagram арқылы немесе басқа да бір әлеуметтік желі арқылы сіздің шынайылығыңыз өте маңызды. Жеке брендімізді біз қалай дамытамыз? Жеке брендті дамытқан кезде сіздің белсенділігіңіз өте маңызды, шынайылығыңыз өте маңызды. Мен де кезінде өзім телефонды бітіп алған кезде камерадан қатты жасқанып өзім сондай қорқатынмын. Кейіннен түсіре айта мен сол нәрсеге ақырындап дағдылана бастадым. Сіздер менің ең алғашқы түсіріп жатқан видеоларымды былай листать етіп қарасаңыздар, анау бас жағында мүлдем сөйлей алмайтын едім, мүлдем адамдарға ашыла алмайтын едім. Кейіннен өздеріңіз сол нәрсеге де дағдыланып, камераның ар жағында тұрған адамға пайдалы болу үшін мейлінше ашылатын боласыздар. Бұл қалыпты жағдай. Сол үшін де жалпы өзіңіздің брендіңізге бір жыл уақыт энергияңызды бөлетін болсаңыз, осы жеке брендтеріңіз бір жылдан кейін сіздерге қарай жұмыс жасайды екен. Қазір менде 64 мыңға жуық оқырман бар. Бұл оқырмандарым менің, былайша айтқанда орысша бір сөз бар ғой, накрученный деп. Менде ешқандай ондай нәрсе істемеген, таргет деген нәрсе жасамағам. Маған өзімнің бөліскен энергияма байланысты адамдар тірідей өздері келіп, маған лайктарын басып, комментарий жазып, сол сұрақтарына байланысты жауап беруге тырыстым. Сол үнемі жариялап, өзімнің өмірімді бөлісіп, өзімнің былайша айтқанда өзімнің дүниелерімді бөлісуге тырыстым. Сіздер де бір сол өздеріңіздің брендтарыңызды қалай дамыту керек, сол жайында бір кітаптарды оқысаңыздар, басқа бір авторлар қалай өзінің дүниесін жасап жатыр екен, осы басқа бір адамдарды зерттеу, қарау өте маңызды да. Сіздер де өздеріңіздің бір каждый адамның өзінің ішінде тығылып жатқан бір құндылығы бар. Сол өзіңіздің құндылығыңызды шынайы түрде шығарып үйренетін болсаңыздар, сол кезде сіздер басқа бір адамға, дәл сол сұрақты іздеп жүрген адамға пайдалы боласыздар. Жеке брендті дамыту өте маңызды. Қазірден бастап өздеріңізді түсіріп, өздеріңізге бір жеке брендті Инстаграмға бір ала жазса, бір дүниені, жақсы бір пайдалы бір дүниені салуға дағдыланыңыздар. Әлеуметтік желі арқылы біз өзіміздің саламызға қатысты бір контентті іздеп, оны оқып, пайдаланып, және де өзіміздің саламызға енгізіп көру, осы да өте маңызды. То есть оқыған дүниеңізді сразу практикада, тәжірибеде пайдалану. Осы бір екі нәрсені міндетті түрде ұмытпаңыздар. Және де нарықты зерттеу деп бағана айттым ғой. Нарықты үнемі қадағалап, зерттеп, қарап отырыңыздар. Міндетті түрде. Егер де сіз үй алғыңыз келетін болса, онда қарыз, кредит дегенді алып тастап, біз лучше мына үйді қалай алсақ болады деген сияқты крыша KZ-тен бітіп қарап отыратын болса, сіз міндетті түрде аласыз. Міндетті түрде сіздің миыңыз соның шешімін табатын болады. Сол үшін де сіздер міндетті түрде нарықты зерттеу, қарау, сондай бір әдістерді өздеріңізге бір дағды түрде қалыптастырыңыздар. Міндетті түрде, достар, сіздерге үй тапсырмасы, өздеріңіздің жеке брендтарыңыз жайында ойлаңыздар. Instagram парақшасын ашамыз. Instagram парақшасын ашқан кезде мен сіздерге қазір бір астыңғы жақта бір сурет жіберіп қоятын боламын. Сол Instagram парақшасын біз ашқан кезде өздеріңіздің никнейм дейді ғой. То есть үстіңгі жақтағы атауларыңыз. Сол атауларыңыз жеңіл жазылған ба екен? Мен мысалы менікі Мұрат Төлеген деп жазылып тұр. Сіздердікі сол сияқты никнейм. Ол дұрыс жазылып тұр ма екен? Аватар. То есть суреттеріңіз. Ол қандай? Ол тартымды сурет пе екен? Содан кейін орысша айтқанда шапка профиля дейді ғой. Шапкасы ол да адамға түсінікті. Сіз жалпы адамға қалай пайдалы бола аласыз? Осы нәрсе жазылып тұру керек. Одан кейін астыңғы жағында домалақтар жәнеге стористарыңызға салынған нәрселерді біз highlights дейді ғой. Жастардың тілімен мен осы 1-2 күн болды үйреніп алғанмын, сол сөздерді сұрап. Одан кейін визуал, астыңғы жақтағы контенттардың фото мекен, видео мекен, оның ішінде не айтпақшысыз, не бермекшісіз. Осы өздеріңіздің Instagram парақшаларыңыздағы мына визуалды реттеп, содан кейін өздеріңізді таныстыратын бір жақсы бір видео салып, және де сіздер адамдарға қалай пайдалы боласыздар, осы жайында бір 2 видео салсаңыздар, және де оның бір скриндарын немесе осы фотоотчет бөліміне бір видеоларыңызды жіберіп қойсаңыздар,
міндетті түрде белсенді болғаныңыз үшін араларыңызда бір ең жақсы белсенді адамға мен 21 әдет бойынша 21 мың теңгені аударатын боламын. Ұмытпаңыздар достар, жеке брендтеріңізге салған бір жыл уақыттарыңыз бір жылдан кейін өздеріңізге бір керемет күш болып, бір монетизация болып келетін болады, өздеріңізге кері қайтатын болады. Сол кезде иншалла деп бәріміз бір-бірімізге разы болатын боламыз. Алла тағала баршамызға берекетін берсін. Кәсіпкерлік 21 әдет жайында бөлісіп, өздеріңіздің достарыңызбен, бауырларыңызбен және де осы менің бөлісіп жатқан әдеттерім кімге пайдалы болады, сол адамдармен бөлісіңіздер.